Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіз. Дәл осындай пайдалы видеолар және рецепттер сіздерге үнемі көрініп тұру үшін каналға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен көкөністерді қатыратын боламыз. Бұл сәбіз, кейде көп сәбіз алып қоямыз, сол кезде турап қойсаңыздар дайын тұрады. Бұл құлпынайдың жеке видеосы бар каналымда. Яғни қалай қатыру жайлы видеосы бар. Ал енді қызанақтар дәл осылай турап қойғаны пиццаға немесе жұмыртқаға қолдансаңыздар болады. Дәл осылай. Және де осылай помидорлардың, яғни қызанақтарды жеке-жеке осылай қойғаным бұл сорпаларға. Яғни бір тәтті бұрыш, яғни болгарский перец, сосын помидор салынады. Ал жеке помидорлар салынғаны туралып, олар тек помидор салынатын тамақтарға. Перецтердің осындай туралған түрі де бар. Тек тамақтарға қосылуға туралған перецтер. Сосын осындай кабачкилар. Бұлар кабачковый оладьи жасағанға жақсы. Және цветной капуста, яғни түрлі түсті капусталар салатқа дайын түрі. Дәл осылай салатқа қолдана береміз, дәл жұмсатып. Тағы да бізде баклажандар. Міне слайс түрлері салатқа және салат түрлері. Негізі баклажан қатыруды бірінші рет жасап жатырмын. Менің ойымша негізі 12 айға сақталуға болады делінген, бірақ мен 12 ай емес, бір 4-5 айдың көлемінде қолданып жіберуге тырысамын. Ал енді перецтердің осындай голубцоға арналған түрі, дәл осылай бүтіндей етіп ішіне саламыз. Алдағы видеоларда көрсететін боламын. Ал бұлар смородиналар, тек қана жуып, суын кептіріп пакеттерге салып қойғанмын. Компоттарға өте жақсы. Ал енді сәбізді қатыру жолын көрсетейін. Барлығын жуып кептірген соң турап аламыз, яғни палауға ыңғайластырып турап аламыз. Міндетті түрде бәрін қатырып тастау керек деген емес, бізде кейде көп алып қоямыз, немесе дайын тұрғанын қалаймыз да, сол кезде өте жақсы. Осылай турап қойсаңыздар асығыс келіп, турап отырмай дайын пакеттегін алып қолдана беретін боламыз. Палау жасаудан бір жарты сағат 15 минут бұрын шығарсақ жеткілікті. Қатты жұмсап суы шығып еріп кетуі шарт емес. Өзіңізге ыңғайластырып осылай пакеттерге саламыз. Менде осылай аузы жабылатын пакеттик, немесе жай пакеттерге салып қойсаңыздар да болады. Не осылай салып қойса аз орындалады және өте ыңғайлы. Ал енді перецтердің іштерін тазалап, жуып, кептіріп алдым. Осылай ыдысқа сыртынан пищевой пакетпен орап, міндетті түрде немесе ыдысымызға жабысып қалады. Дәл осылай бір-біріне жабыспайтындай етіп қойып, морозилкаға қатырып аламыз. Міне морозилкада қатып қалды. Дәл осылай пакеттерге салып, бір-бір голубцы жасайтындай етіп, аузын буып шығамыз. Голубцы жасайтын кезде осылай мұз күйінде алып, ішінің начинкасын салып, бірден сорпаға салып пісіреміз. Ал енді перецтердің туралған түрі, яғни тәтті бұрыштардың турап, өзіңізге қайсы тамаққа керек, дәл солай дайындай береміз. Бұлар енді сұйық тамақтарға қолдануға өте жақсы. Ал ана бүтіндей етіп қатырғандарым бұлар сорпаға. Бір қызанақ, бір перецтен салғанмын. Тек перецтердің өзін салғанмын, әр түрлі етіп осылай салып қойдым, ыңғайластырып, бір-бір тамақтық етіп. Ал енді бізде қызанақтар міндетті түрде ыдыстың бетіне пищевой пакетпен ораймыз, ыдысқа жабысып қалмас үшін. Енді қызанақтарымыз тазалап жуылған, шіріген, піргендері болмауы керек. Дәл осылай өзіңізге қалай керек, солай турап аламыз. Мен пиццаға керек болғандықтан осылай бөліктерге бөліп алдым. Бұлай бөлгеннен қарағанда маған ортасынан бөліп, дәл осылай бөлген ыңғайлы болды. Сондықтан дәл осылай барлығын турап шығып, морозилкада қатқанша ұстаймыз. Кемінде 3-4 сағат қатады. 3-4 сағат қатқан соң пакеттерге саламыз. Ал енді қалған өзіңізге ыңғайластырып, осылай 4 бұрыштап салдым. Бүтіндей болгарский мен перецпен бірге салдым. Бұларды бірден морозилкаға сала береміз пакетке салып. Ал мұна 3-4 сағат тұрып қатқандарды әдемілеп осындай ыдыстарға салсаңыз, немесе жай пакеттерге салсаңыз болады.
барлығын рет-ретімен орналастырып шығамыз. Бұл қызанақтар бізде тамақтарға, пиццаға қолдануға жақсы, салаттарға емес. Су шығып, жаман болып кетеді оларға. Ал енді бізде цветной капуста, яғни түрлі түсті капуста. Барлығын тазартып шығып, бөліктерге бөліп аламыз және суға, кәдімгі салқын суға салып, тұз саламыз. 1-2 ас қасық, шай қасықпен тұз салып, бір 15 минутқа қалдырамыз, бактериялар, жаман жәндіктерін өлтіру үшін. Ал енді ол судан алып, қайнап тұрған суға салып, бір 2-3 минуттай қайнатамыз. Ол судан алып, бірден мұздай суға саламыз. Мұздай салқын суға ыстық судан салынған цветной капусталарымызды салып дайындаймыз. Ал енді оны кептіреміз, яғни майлықтарға салып кептіреміз. Міне біздің капуста дайын, дәл осылай салатқа қосуға болады. Және немесе үйіңізде қалып баратса, осылай сақтап қойсаңыздар болады. Дәл осылай жеке-жеке қойып, барлығын мұздатқышта қатырып алып, сосын пакетке саламыз. Ал брокколиді де дәл осылай жасауыңызға болады. Брокколиді дәл осылай жасай аламыз. Брокколидің видеосын түсірген жоқпын, дәл осылай жасай береміз. Ал бізде баклажандар, баклажанды бірінші рет жасап жатырмын. Негізі 12 ай сақталады делінген технологиясында, бірақ мен сенбегендіктен бір 4-5 айдың көлемінде жаратып жіберуге тырысамын. Ал енді салқын суға тұз салып, ашсын шығу үшін барлығын турап, бөліктерге бөліп, суға салып қоямыз. Қалай қолданасыз? Мысалы, маған слайс түрі, яғни домалақтап кесу және осылай сопақшалап кесу түрі қажет болды. Суға салып қойдым 1 жарты сағатқа. Сосын судан алып, кішкене кепкен соң қуырып аламын. 2 жағында қызартырып қуырып алдым. Барлығын қуырып, майлықтың үстіне қойып, майы сырғып, кішкене суығанша күтеміз. Ал енді сопақша түрлерін беткі жақтарын жақсылап қуырып аламыз. Кішкене жақсылап қуырамыз, себебі бізге кішірейіп, сәл пісіңкіреп ем болу керек, яғни салаттарға қосуға. Бетін жауып тұрып, арасында араластырып, барлық бет қызарғанша қуырамыз және майлықтың үстіне төсеп, бұның да сол майын сырғып, суығанын күтеміз. Суыған соң ыдыстарымызға салып, бірден морозилкаға салуға болады. Слайс түрлерін мен пакетке салдым. Бірінің үстіне бірі жабысып емес, кішкене жайылып тұруы керек. Негізі баклажан қатыруды кішкене қауіпті деп жатады, сондықтан тез, көп ұзатпай қолданып жіберуге тырысамыз, яғни 3-4 айдың ішінде. Енді кабачкиді слайс етіп, ыдыстарға қойып қатыруға да болады, бірақ маған ол тамақтарға мен қолданбаймын. Сондықтан тек қана үккіштен өткізіп, кабачковый оладьи жасауға қолдануға жасадым, яғни. Осылай барлығын үккіштен өткізіп, пакеттерімізге саламыз бірден. Аузын жауып, барлығының аузын жауып шығып, бірден морозилкаға саламыз. Міне барлығы дайын. Жазда арзан кезінде, таза піскен кезінде осылай қатырып қойуыңызға, немесе үйде көп болып, артық болып қалған кезде осылай қатырып қойсаңыздар болады. Видео пайдалы болса, төменге пікір қалдырып, лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Кейінгі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.